Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында тауық етінен сардельки жасайтын боламыз. Жасалу жолы қиын емес, ең бастысы технологияны сақтасақ болды. Ең алдымен етімізді өлшеп аламыз. Етіміз 500 грамм, етімізге 200 грамм ұсақталып тұрған пиязды, бір дана жұмыртқаны, тұзымызды, қара бұрышты және сарделькиге арналған специямызды салып және чесногымызды салып жақсылап тұрып араластырамыз. Осыны дайын болған етімізді арнайы сарделькиге арналған қалташа бар. Сол қалташаны мясорубка насадкасына кигізіп, етті өткізіп аламыз. Етті өткізгенде жайлап өткізу керек, арасында ауа қалып кетпеуі керек. Ауа қалып кеткен жағдай болса, ол ауаны шығаруға тырысыңыздар, өйткені ауа қалған жерде еттің сөлі жиналады. Егер де сіздерге осы менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінекей мен мұнда екінші қалтаға салып жатырмын. Енді осы қалташамыз екі жағынан жақсылап мықтап орап, арнайы колбасаны байлауға арналған шпагат деген жіп болады. Осы жіптің көмегімен жақсылап байлаймыз. Енді осы сарделькамызды духовкада 80 градуста 2 сағаттай пісіріп аласыздар. Ал енді міне тауық етінен жасалған сарделькамыз дайын болды. Дәмі өте керемет және жұмсақ болып шықты. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ал енді осы сардельканы даярлауға қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз туындаса, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде жауап беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Сау саламатта болайық.